Хей, башақта сәлем, сіздермен бірге жөнсіздер. Бүгін біз жаңа Майнкрафттың 7-ші бөлімі, яғни жаңа Майнкрафтты аяқтайтын боламыз, достар. Хей, башақта сәлем, сіздермен бірге жөнсіздер. Бүгінгі видеода, достар, біз, жаңа Майнкрафтты аяқтайтын боламыз. Қазір мен бетіме смайлик қойып қалған себебі, достар, егер сіздер осы видеоға давай 10 лайк жинайтын болсаңыздар, мен түрімді көрсететін боламын. Ал жаңа Майнкрафттың аяқталған себебін, видеода түсіндіреді. Видеоны басталмастан бұрын подписаться деген кнопканы бас, қоңыраушаны да бас. Достар, неге мен осы жаңа Майнкрафт выживаниясын аяқтайтын неге екенін қазір түсіндіретін боламын сіздерге, достар. Ендеше көріп кетейік, достар. Тіркеңіздер. Бірінші бөлімде, достар, өздеріңіз білетіндей біз, верстак жасадық, кішігірім үйлер жасадық, сонда проблема өздеріңіз білетіндей верстак, сондай мынандай заттарды жасадық бірінші бөлімдерде. Уже екінші бөлімдерде, достар, уже алмаздар таба бастадық. Әрине, бұл біз үшін өте жақсы болды, алмаздар тапқан. Біз осы алмаз арқылы уже дамып бастадық. Бұл екінші бөлім маған ұнаған. Уже үшінші бөлімде, достар, үй салдым мен, уже үйімді салып, өзімнің әдемі қып үйімді салдым, достар. Уже екі этажне қып әдемі етіп үйімді салғам. Төртінші бөлімінде, достар, уже біз бақшамен, яғни өсімдіктер өсіре бастадық, яғни семеня сол секілді. Уже біз егінмен айналыса бастадық уже төртінші бөлімінде, достар. Керемет бөлім. Бесінші бөлімде тозаққа барып заттар тапқан болдым. Мысалы, золото, тағысындай басқандай заттар тапқан болатын болсын. Ендеше, достар, бүгінгі видео аяқталды. Егер сіздерге жаңа Майнкрафт выживаниясы ұнаса, тіркеліңіздер. 10 лайк басайық, давай!